Мұқағали Мақатаев, соғыстың соңғы көктемі. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері, қырларда, мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуақ бар маңға, соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрдың көккелі. Қайырлы күн, құрметті онлайн видео экскурсиясының көрермендері. Биыл Ұлы Отан соғысының басталғанына 75 жыл толуда. Облыстық тарихи өлкетану музейі ер есімі ел есінде Шығыс Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында атты видео онлайн экскурсиямызды көруге шақырамыз. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихында ұлы да қайғылы оқиғамен есте қалды. Оның қасиеті мен қасіреті жаныңды түршіктіреді. 1941 жылы 22 маусымда Гитлерлік Германия Советтер одағының шекарасына соғыс жарияламастан шабуыл жасады. Отанымыздың шекарасынан ұрланып өткен жау оғымен адам баласының тарихында болмаған ғаламат соғыс басталды. Фашистік Германияның қанқұйлы Барбаросса жоспарының мақсаты бүкіл кеңес халқын құлдыққа айландырып, жерін басып алу еді. Совет одағы соғысқа арнайы дайындықпен кірген жоқ. Керісінше, ел ішінде сауатсыздықты жою, колхоздандыру сияқты жұмыстар аяқталып, ел бейбіт тірлікке араласып, өркендей бастаған кезде соғысқа кірісті. Ұлы Отан соғысы жылдарында жауды талқандауға шығыс қазақстандықтардың үлесі зор болды. 1941 жылы 23 маусымда Өскемен қаласында жұмысшылар митингісі өтті. Бұл митингіде шығыс Қазақстан еңбекшілері сөз сөйлеп, отанды қорғауға әзірліктерін білдірді. Ұлы Отан соғысына 182.604 шығыс қазақстандықтар ерлікпен қатысты. Отан үшін отқа түс күймейсің деді дана халқымыз. Отанның қорғауға, туған елінің келешегін сақтауға майданға адамдар топ-тобымен аттанып жатты. Жаудың қарақшылық соққысына бірінші болып шекаралар ұшырады. Атақты Брест қамалын қорғаушылар қатарына жүздеген шығыс қазақстандықтар болды. Олар қамалды 2 ай бойы қорғап, теңдесі жоқ ерлік, қайтпас қайсарлық, жеңіске деген асқан зор ерлік, жігер көрсетті. Олардың қатарында Петренко, Трокин, Рыков, Байдильдинов, Канин секілді жауынгерлер болды. Байдильдинов Сайынқұмар 1919 жылы Ұлан ауданының Манат ауылында дүниеге келді. Армияға 1939 жылы алынды. Фин науқанына қатысты. Дрогович қаласында 2-ші айрықша мотоцикл полкінде әскери қызмет атқарды. Соңғы хаты 1941 жылы 26 шілдеде жазылған. Жауынгер суретін анасы Биғайша мұражайға 1976 жылы табыс етті. Канин Григорий Петрович. Қысқа бірақ жақын патриот. 1920 жылы Алтай өлкесінде дүниеге келді. 1940 жылы армияға алынған. Қорғаныс министрлігінің мұрағатында хабарсыз кеткендер қатарына тіркелген. Зерде кітабында алғашқы шайқастарда қаза тапты делінген. Рыков Евгений Павлович 1906 жылы Қатон-Қарағай ауданында Алтай ауылында дүниеге келген. 1934 жылы әскери саяси академияға түсіп, 1938 жылы аяқтайды. Фин соғысына қатысып, Қызыл ту орденімен марапатталды. 1941 жылдан оңтүстік батыс майдан әскери кеңесінің мүшесі. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап қатысқан, қоршаудан шыққан ол басынан ауыр жарақаттанады. Жарақат салдарынан 1941 жылы қайтыс болған. Оның есімімен Киев қаласының көшесі, Қатон-Қарағай ауданының жаңа мектебі аталынды. 2008 жылы Өскеменде оған Дом дружбы үйінің тақтай ашылды. Майдан шебінен шалғайда орналасқан Кеңестер одағының байтақ жері түгелдей соғыс жағдайына көшті. Қазақстан, оның ішінде Шығыс Қазақстан неміс басқыншыларына қарсы еңбек майданына жұмылдырылды. Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін үндеуі тең өріс алып, ерлеріміздің орнын жоқтатпаймыз деген жігерлі ұранмен әйелдер ерлерінің орнына тұрды. Жауды талқандауда тыл еңбеккерлері зор үлес қосты. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап облыс қорғасын өнімдерін снаряд жасауға, армияны киіндіруге, азықтандыруға бейімделіп ауысты.
Сұрапыл соғыс жылдарында майдан шебінен шалғай орналасқан өлкемізде мыңшылар, 500-шілер, 200-шілер қозғалысы кеңінен өріс алды. Адамдар бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін ұранмен жұмыс істеді. Ұлы отан соғысы жылдарында Шығыс Қазақстан облысында 150-ден аса өнеркәсіп орны жұмыс істеді. Ірі кәсіпорындар Лениногор қорғасын заводы, Ертіс мыс қорыту заводы, Лениногор, Сокольный, Зырянов, Белоусов кеніштері және Лениногор, Зырянов кен байыту фабрикалары жұмыс істеді. Кенді Алтайда түсті металлургияға көп көңіл бөлінді. Соғыс кезінде Кенді Алтайды түсті және сирек металдар өндіру 2,5 есе артты. Жұмыс нормасын 100 есе орындау қажет болды. Мысалы ретінде Лениногорск кен басқармасына қатысты Сокольный кенінің бұрғылаушысы Хайдин Стахановшы атанып, кен бұрғылаудан еңбек межесін 3600%-ға дейін орындаса, оның шәкірті Антонина Казакова өзінің жоспарын 2800% орындай алды. Антонина Казакова 1 маусымда 28 еңбек межесін орындаған бірден-бір кен бұрғылаушы әйел болып есептеді. Мыңға жуық бұрғылаушы Лениногорск, Зырян, Белоусовтың кентінде Стахановшылар қатарына толықтырылды. Олардың қатарында Ахметов, Ағайды Нефедовтар, Тұтқышбаев, Таранова, Зуева сияқты еселі еңбегі мен ел құрметіне бөлінген әйелі кеншілер болды. Өлкемізден даңқын тек кеншілер мен байытушылар ғана емес, ауыл шаруашылығы да айтулы жетістіктермен шыға алды. Ауыл шаруашылық саласында майданға аттанған ер азаматтарының орнын басып, қыз-келіншектер трактор тізгініне ие болды. Облыста осындай ауыл шаруашылық техникасын қауырт соғыс жағдайында бейімдеп, жедел игеріп, майданға мол астық өнімдерін беру міндеттеліп тұрды. Үлбі МТС алғашқы тракторшы әйелдерінің бірі, әйелдер трактор бригадасының бригадирі 2000 литр жанармайды үнемдей алған Капустина Евдокия Ефимова 1947 жылы Қызыл Ту орденімен марапатталды. Мысалы, Степанова мен Капустинаның еңбегі зор бағаланды. 1942 жылы механизаторлардың 77% әйелдер болды. 1940 жылы облыс құрамында 528 колхоз, 7 совхоз жұмыс істеді. Колхозшы шаруалар ерліктерінің патриотизмнің тамаша үлгісін көрсетті. Шығыс қазақстандықтар Москва үшін шайқаста 1941 жылы қыркүйек айының соңына қарай Екінші дүниежүзілік соғыстың аса ірі шайқастарының бірі Москва түбіндегі шайқас еді. Мәскеуді неғұрлым тез арада басып алу Гитлер соғыстың жеңісін кілті деп білді. Мәскеу шайқасы 4 айға жуық уақытқа созылды. Москваны басып алу операциясы Тайфун деп аталды. Москва түбіндегі шайқаста Алматы қаласында құрылған 316-шы атқыштар дивизиясының 837-ші полкі Өскеменде жасақталған болатын. Мыңдаған шығыс қазақстандық жерлестеріміз Москва түбіндегі қырғын шайқаста өз ерліктерін көрсете алды. Төлеген Тоқтаров 1920 жылы Ұлан ауданының Қарақұдық ауылында дүниеге келген. Соғыс қарсаңында Лениногорск полиметалл комбинатында еңбек етті. 1941 жылы өз еркімен майданға сұранып кетті. Москва түбіндегі қырғын майданда шайқасқан әйгілі Панфилов дивизиясының бөлімшесіне кірді. Төлегеннің ержүректігі туралы «За Родину» газетінде жазады. Төлеген Тоқтаровтың ерлігі жауынгерлердің есінде мәңгі сақталды. 1942 жылы қайтыс болған Төлеген Тоқтаровқа Новгород қаласында ескерткіш қойылды. Оның есімімен аталатын Өскеменге көші бар. Моноенко Иван Михайлович Москваға апаратын төте жолды қасық қаны қалғанша қорғаған батырлардың бірі. 1940 жылы армияға шақырылып, Қазақстанның атақты Панфилов дивизиясының 1075 атқыштар полкының штаб бастығы капитан Моноенко жаудың 2 танкісін, 70 жауынгердің көзін құртты. Ол Москва қаласын жаудан қорғауда ерлікпен қаза тапты. Москва түбіндегі шайқаста аңызға айналған ерлігі Қызыл Ту Ленин ордендерімен марапатталды. Чеканов Павел Тимофеевич 1900 жылы Ресейде дүниеге келді. 1941 жылы қыркүйекте армияға шақырылды. Москва түбіндегі шайқастарда алғашқы жауынгерлік сынағынан өтті. 1942 жылы жараланып 3 айдан соң 391 Қазақстандағы жасақталған дивизия құрамына сапқа тұрды. Барлаушы қызметін атқарып, ол 1943 жылы қайтыс болды. 11-ші бауырластар моласында жерленген. Қызыл Ту орденіне ұсынылды. Қайтпас қайсарлық ерлік көрсеткен белгілі жауынгердің бірі болды. Москва түбіндегі соғыс алаңының көрінісі бейнеленген панорама.
Алдымыздағы соғыс алаңына Қазақстанда жасақталған 238-ші атқыштар дивизиясы жүргізген қорғаныс шайқасы бейнеленген. Қазақстандық дивизия Москва және Тула қалаларының бағытындағы шешу шайқастарда маңызды тосқауыл ретінде қойылды. 17 желтоқсанда Алексина қаласы совет жауынгерлерінің қолына көшті. Осы шайқастар барысында Туланы басып алуға бағытталған жау шабуылы тойтарыс алды. Дивизия Москва үшін шайқаста көрсеткен ерлігі үшін Қызыл Ту жұлдыз орденімен марапатталды. Халық комитетінің қорғанысының бұйрығыменен 1942 жылы мамыр айынан бастап дивизия 30-ші гвардиялық болып өзгертілді. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанда 12 атқыштар дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 3 кавалериялық дивизия, 2 артиллерия, 4 миномет, 3 авиация полкы, 14 айықша батальондар мен роталар жасақталды. Сталинград түбіндегі шайқас. Өзінің көлемі жағынан нәтижесі жөнінен Сталинград шайқасындай ұрыс бұрын соңды болып көрмеген. Қала төңірегі мен оның көшелерінде қиян-кескі арпалыс 200-ге созылды, 200 күнге. Бұл шайқас 1942 жылы 17 шілдеден бастап 1943 жылдың 2 ақпанына дейін созылды. Сталинград шайқасына Қазақстанда жасақталған 27, 29, 38, 298, 387 атқыштар дивизиясы, 81 атты әскер дивизиясы, 152 атқыштар бригадасы, 129 миномет полкы, танкке қарсы шабуылдайтын 410 айықша дивизиясына қатысты. 1943 жылы 38 атқыштар дивизиясы 73 гвардиялық дивизия болып құрылды. Дивизияны Сафиуллин Ғани Бекенович басқарды. Сафиуллин Ғани Бекенович 1905 жылы Татарстанда дүниеге келді. 1927 жылы әскери қызметке аттанды да қалған өмірін бір жола армияға арнады. 1942 жылы жаздың уақытында Сафиуллин Қазақстанда жасақталған 38-ші атқыштар дивизиясы командирінің орынбасары, кейін кешікпей командир болды. 1943 жылы 26 қараша айында Сафиуллинге Кеңес одағының батыры атағы берілді. Өзі басқарған 38-ші атқыштар дивизиясы Сталинград дивизиясы деген құрметке ие болды. Мусеев Жұмаділ 1918 жылы Алексеевкада дүниеге келді. Қызыл армия қатарына шақырылып, Дроговичи қаласында 112-ші мотоатқыштар полкында 104-ші танк полкының барлаушысы болды. 1946 жылға дейін Румынияда әскери қызмет етті. 1946 жылы әскер қатарынан босатылды. Булатов Алексей Никифорович 1923 жылы дүниеге келді. Әскер қатарына 1942 жылы шақырылды. 1942 жылы Ташкентте жасақталған 169-ші атқыштар дивизиясы құрамында 3-ші дивизион 307-ші арт полкының 8-ші батареясының барлаушысы болды. Сталинград, Курск соғысы үшін шайқасты. Әскер қатарына 1947 жылы босатылды. Ленинград батыр қала. Ленинград Октябрь революциясының бесігі, үлкен мәдени және рухани орталық. Революция жаршысы Ленинград қаласы 900 күн бойы жау қолында қоршауда болды. 1941 жылы 10 шілдеден 1944 жылдың 9 тамызына дейін Ленинград қаласы қоршауда болған. Қазақстандық жауынгерлер Ленинград түбінде ерлікпен шайқасты. Солардың бірі Павел Борис Тимофеевич 1919 жылы дүниеге келген. 1941 жылы жас лейтенант сол флоттағы торпеда катерінің командирі болып тағайындалды. Бір жылдан кейін торпеда катерінің звеносына командир болды. Фашистермен ұрыс барысында ерлігі үшін 1945 жылы Кеңес одағының батыры атағы беріледі, Қызыл Ту орденімен марапатталды. Богатырев Федор Антонович 1914 жылы дүниеге келді. 1941 жылы әскерге шақырылды. 314-ші арт полкы газетінің редакторы болды. Газет Ленинградтан бастап Прагаға дейін жаугершілік жолды жүріп өтті. 1946 жылы әскер қатарынан босатылып, Алтай большевик газетінің редакторы болып кейін жұмыс атқарды. Уалханов Ағзам 1921 жылы Улан ауданында дүниеге келген. 1941 жылы армия қатарына шақырылды. 76-ші арт полк құрамында 1941 желтоқсанға дейін батарея байланысшысы болды. Невель Великие Луки түбіндегі ұрыстарға қатысқан. Южаков Максим Платонович 1923 жылы дүниеге келген. 1942 жылы майданға аттанды. 45-ші гвардия дивизиясы 129-ші гвардия атқыштар полкінде командирдің байланысшысы болды. Ленинград қоршауын бұзу барысында қаза тапты. Медальдармен марапатталды. Александр Матросов ерлігін қайталап, жау зоттарының кеудесінен жауып қаза болды. Мухамадиев Хамза Мусалимович 1907 жылы дүниеге келген. 1943 жылы мамырынан Курск соғысында ұрыстарда ерекше көзге түсті.
6-15 шілдеде 1943 жылы аралығында шайқастарда жаудың 3 тигрін, 5 орташа танкісін, 60-тан астам жау офицерін мен солдаттарын құртып жіберді. 1943 жылы 27 тамызда Совет одағының батыры атағын алды. Батысқа бет алу. Курск шайқасында немістер жеңіліп, Днепр өзенінің бойына Шығыс Дуалы деген қорғаныс шебін құрып, сол жерде бекініп алған. Сол себептен Сталиннің өзі нұсқау берген, кімде-кім арғы бетке өтетін болса, соған Кеңес одағының батыр атағы берілсін деп жарияланған. Днепрді шабуылдап өту ұрыстарында 2438 жауынгер Кеңес одағының батыр атағын алды. Олардың 44-і шығыс қазақстандық жерлестеріміз болған. Владимир Иванович Мыза 1915 жылы дүниеге келген. 1942 жылы Майданға аттанып араласып рота командирі, кейін батальон командирі қызметін атқарды. Мыза жеңіс күнін көре алмай кетті. 1944 жылы 5 ақпанда Днепропетровск облысындағы Мала Ивановка деревнясының жанында ұрыста гвардияшы капитанға жау снарядының жарқыншағы тиіп қаза тапты. Кенді Алтайдың еңбекшілері өз жерлестерінің есімін қастерлеп есте сақтауда. Өскеменде көшелердің бірі батырдың есімімен аталады. Айтықов Ізғұтты Құрманбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында дүниеге келді. 1942 жылы Майданға аттанды, батальон комсой болды. Батыс Двинаны шабуылдауда ерекше көзге түсті. Батылдығы үшін Қызыл жұлдыз 1-2 дәрежелі даңқ ордені, ерлігі үшін медальдармен марапатталды. Литва жерінде ерлігі үшін қаза тапты. 1944 жылы Кеңес одағының батыры атағын берілді. Өзі туып өскен ауылда мектеп аты берілді. Келесі бөлім қазақтың батыры, халық қаһарманы Қасым Қайсенов туралы айтылады. 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында дүниеге келген. Қасым Қайсенов 1941 жылы Майданға аттанып, оңтүстік батыс майданының штабына жөнелтіледі. 1944 жылдың аяғына дейін Молдавия, Чехословакия, Румыния жеріндегі партизан қозғалыстарына қатысады. Отряд командирі болып жүріп, жау тылында жүздеген жорықты басынан өткереді. Соғыс аяқталған соң отанына, Қазақстанға қайтып оралады. Ол көптеген шығармаларды жазған. Оның шығармаларының ең бір топтамаларының бірі «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы. Илья Ветеряк, Переслав партизандары, жау тылындағы бала, тағы басқа көптеген әңгімелерді жазып қолынан шығарған. Марапаттарына келетін болсақ, Қасым Қайсенов, Богдан Хмельницкий, Отан соғысы, Чехословакия партизандары, Украинаның за заслуги ордендерімен, Кеңес одағының көптеген орден медальдармен марапатталған. Ол Қазақстан жазушылар одағының Бауыржан Момышұлы атындағы әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық қаһарманы Қасым Қайсенов. От кешіп, қан жұтқан сол бір жылдар барған сайын бізден алыстауда. Биыл соғыстың біткеніне 75 жыл. Майдан мен тылдың аты аңызға айналған ерлері барған сайын азая түсуде. Бірақ олар жасаған ұлы ерлік ешқашан ұмытылмақ емес. Әрбір қазақ, әрбір бала үшін патриоттық сезімді оятып, 9 мамыр күні Ұлы Отан соғыс ардагерлерін еске алып отыру біз үшін үлкен міндет.